Саламатсыз ба, менің атым Абилхай Ернар. СРСП Қазақстан тарихы бейсенбі 12-ден 13-ге дейін группа. Бүгін бірінші сұрақ: түрік мемлекеттері 6 және 9 ғасырда. Түрік қағанатының құрылуы 6 ғасыр ортасында Алтай мен Жетісу аймағында түрік қағанаты құрылды. Олардың арғы тегі түрік тілдес теле және ғұн тайпалар болды. Бастапқыда Ашина руы басқарған түріктер Алтайда темір өндіріп, көрші мемлекеттерге қару-жарақ жинап берумен айналысты. 552 жылы түріктердің көсемі Бумын Шушан мемлекетінде қарап көтеріліс бастап, оны жеңіп шығады. Осы жеңістен ол өз әскерін біріктіріп, түрік қағанатының негізін қалады. Бумын өзін қаған деп жариялады және осылай алғашқы билеуші атанды. Түрік қағанаты қысқа уақыт ішінде күшейіп, Сурия даласындағы ең ірі мемлекеттердің біріне айналды. Оның жері Алтайдан Қытайдың солтүстігіне, батыста Жаман теңізіне дейін жетті. Бұнан кейін таққа өткен оның інісі қаған батыс жорықтарын жүргізіп, түріктердің шекарасын кеңейтті. Шығыс және батыс түрік қағанаттары түрік қағанаты құрылғаннан кейін аз уақыт ішінде Еуразияның ұлан-ғайыр даласын биледі. Біраз уақыт өте келе ішкі саяси тартыстармен билікке талас күшейіп, 7 ғасырдың ортасында қағанат екіге бөлінеді. Оның нәтижелерінде шығыс түрік қағанаты және батыс түрік қағанаты қалыптасты. Шығыс түрік қағанаты Алтайдан Қытайдың солтүстігіне дейінгі жерді қамтыды. Астанасы Орхон өзені бойында орналасты. Қытаймен шекаралас болғандықтан олармен жиі соғысты. Батыс түрік қағанаты Жетісу мен Орта Азия жерінде құрылуы, астанасы Суяб қаласы болды. Бұл аймақ Ұлы Жібек жағына дейін жатқандықтан батыс қағанатының сауда-саттық пен қала мәдениеті дамыды. Түріктер Иран және Византия сияқты мемлекеттермен байланыс орнатып, халықаралық саясатта маңызды рөл атқарды. Түркеш қағанаты 704-756 жылдар болған. Батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін Жетісу жерінде 704 жылы Түркеш қағанаты құрылды. Оның негізін Ішлік қалады. Қағанаттың орталығы Шу бойындағы Суяб қаласы болды. Кейін Іле бойындағы Күміт қаласында ауысты. Түркештер бастапқыда қара және сары түркеш болып екіге бөлінді. Бұл ішкі тартыстар кейіннен қағанаттың әлсіреуіне алып келді. Түркеш қағанатының билеушілерінің ішінде Сұлу қаған 715-738 жылдары ерекше көзге түсті. Ол батыс қаған аталып, арабтарға қарсы күресте Түркеш мемлекетін күшейтті.
сұлу қаған кезінде түргеш қағанаты орта ең қуатты мемлекеттердің бірі болды. Алайда 7 ғасыр ортасында ішкі талап тартыстар күшейіп, қағанат әлсірей бастады. 4-ші Қарлық қағанаты 756-940 жылдар болды. Түргеш қағанаты құлағаннан кейін Жетісу өңірінде Қарлық қағанаты құрылды. Қарлық тайпалары бастапқыда Алтай мен Жоңғар жерін мекендеген, кейін Жетісуға қоныс аударған. 756 жылы олар билікке келіп, қағанаттың орталығын Шу бойындағы Сояп қаласы етті. Қарлық қағанатының халқы түркі тілдес тайпалардан құрылды. Олар егіншілікпен, мал шаруашылығымен және қолөнермен айналысты. Жібек жолы бойындағы қалаларда сауда дамып, Қарлық мемлекетінің экономикалық жағдайы күшейді. 9 ғасырда Қарлықтар арабтар мен қытайлармен күрес жүргізді. Сонымен бірге шығыстан қоныс аударған қыпшақтар да қысым көрсетті. Ішкі феодалдық тартыстар мемлекеттік әлсіретті. Ақырында 10 ғасырдың ортасында күшейген Қарахан әулеті Қарлық қағанатын құлатып, оның орнына Қарахан мемлекеті құрылды. Оғыз мемлекеті ол 9 ғасыр соңында Сырдарияның орта және төменгі ағысында Батыс Қазақстан аумағында. Бұл мемлекеттің негізін Оғыз тайпалары, оған Қыпшақ, Шігіл, Имек, Яғма сияқты өзге де түркі тайпалары кірген. Оғыздардың жоғарғы билеушісі Жабғу аталып, оған күлеркіндер көмек көрсеткен. Ал әскерді Сюбашы басқарған. 10 ғасыр бастап мемлекеті күшейіп, алым салық жүйесі мен басқару аттары қалыптасты. Алым салық жүйесі мен басқару аппараты қалыптасты. Сыртқы саясатта оғыздар көршілес қалықтармен одақ құрып, хадарларға, бұлғарларға қарсы соғыстар жүргізді. 965 жылы Киев князі Святославпен бірігіп, хазарларды талқандады. Ал 985 жылы князь Владимирмен одақтасып, Еділ мен Қама бойындағы бұлғарларды жеңді. Алайда соғыстар, салықтар, ішкі қарым-қатынастар мемлекеттері жиреніп, селжұқтар көтеріліс ұйымдастырды. Оғыз бөлігіне қауіп төндірді. 11 ғасырда екінші жартысында Қыпшақтардың қысымы да күшейіп, Оғыз тайпалары біртіндеп одақ құрып, бір бөлігі басқа аймақтарға қоныс аударды. Ұйғыр қағанаты 745 пен 840 жылдары болды. Ұйғыр қағанаты 745-840 жылдар болды. Архон, Селенга және Тали өзендерінің бойында Шығыс Түркістанның жерінде өмір сүрген мемлекет болды. Алғашқы билеушісі Пело болса, кейін Мойыншор қаған болды. Аумағы Алтайдан Табиге дейін созылды. Халқы мал шаруашылығымен қатар егіншілік пен қолөнерде дамытты. Тәңіршілдікпен кейін буддизм мен манихей дінін қабылдады. Ұйғырлар бастапқыда тоғыз тайпалармен бірлістігі ретінде Шығыс түрік қағанатындағы
қарсы күресті 744 жылда шығыс түрік қағандығы құрылғаннан кейін өздерінің тәуелді мемлекетін құрды. 757 жылы Қытайдағы Аньлушань көтеріліс кезінде Мойыншор қаған Қытай империясының өтініші бойынша ұйғыр көмек көрсетіп, ұйғыр қағанатының саяси бірлігін күшейтті. 840 жылы Енисей қырғыздарының шабуылынан